Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Мұғалім мен Мұхамадиева Меруерт Багдәулетовна. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2-ші сыныпта оқимын. Сабағымыздың мақсаты ауызша тіл және тыңдау, көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау. Құрметті оқушылар, бірінші жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздер: тыңда, қайтала. Новые слова: прослушай, повтори. 2-ші, второй. 3-ші, третий. Қабат, этаж. Сынып, класс. Балалар, енді сендермен бірге қайталайық. Ребята, давайте вместе повторяем новые слова. 2-ші, 2-ші, второй. 3-ші, 3-ші, третий. Қабат, қабат, этаж. Сынып, сынып, класс. Балалар, бұл сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Ребята, записываем в соборную тетрадь. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 4-ші бет тыңдалым. 4-я страница слушания. Сәлем, менің атым Андрей. Сенің атың кім? Привет, меня зовут Андрей. Как тебя зовут? Сен нешінші сыныпта оқисың? Ты учишься в каком классе? Сынып, класс. Сәлем, менің атым Айгүл. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Сен ше? Балалар, 3-ші сынып. Бұл қандай сөз тіркесі? 3-ші, третий. Айгүл 3-ші сыныпта оқиды. Айгүл учится в 3-м классе. Сен ше? А ты? Сәлем, менің атым Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Әлібек 2-ші сыныпта оқиды. Қараймыз, 2-ші сынып. 2-ші сынып, 2-й класс. Мы проходили эти новые слова. Ребята, сәлем, менің атым Рая. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Рая кішкентай. Ол 1-ші сынып. 1-ші это 1-й класс. Жақсы, балалар, сендер тыңдадыңдар. Ребята, вы прослушали, повторили вместе со мной. Теперь запоминаем. Келесі кезекте оқушылар 5-ші бет 1-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. 5-я страница, 1-е задание. Отвечайте на вопросы. Әлібек нешінші сыныпта оқиды? Ребята, мы с вами прослушали текст. Теперь отвечаем на вопросы. Әлібек нешінші сыныпта оқиды? Әлібек табамыз. Әлібек нешінші сыныпта оқиды? 2-ші сыныпта. Айгүл нешінші сыныпта оқиды? Айгүл. Қане қарайық бірге. Айгүл қайда? Айгүл 3-ші сыныпта оқиды. Айгүл үлкен. Рая
нешінші сыныпта оқиды? Рая кішкентай қыз. Ол Рая бірінші сыныпта оқиды. Жарайсыңдар балалар. Мәтінді оқып, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Келесі тапсырма, құрметті екінші сынып оқушылары. 5-ші бет, екінші тапсырма оқылым. 5-я страница, 2-е задание, оқылым до чтения. Теперь читаем. Менің атым Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мынау менің мектебім. Мектебім қалай аударылады? Это моя школа. Менің мектебім үлкен. Үлкен, большой, большая. Моя школа большая. Менің сыныбым 1-ші қабатта. Қабат бұл жаңа сөз. Это новые слова. Қабат, этаж. 1-ші қабатта, на 1-м этаже. Мен 2-ші қатарда, 3-ші партада отырамын. 2-ші қатар, 2-й ряд, 3-ші парта, 3-я парта. Түсінікті ме балалар? Бұл мәтінді өзіміз мұқият, жақсылап оқимыз. 1-ші мұғалім оқыды, одан кейін балалар сендер жақсылап, назар салып оқыңдар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі